Армысыз қадірлі көрермен, сіздермен бірге Ассамблея подкастының кезекті шығарылымымыздың қонағы Республикалық мың бала жобасы жастарын байқауының Атырау облысы бойынша бас жүлде иегері Қайырбек Жеңісұлы. Қайырбек мырза, бізге өзіңіз туралы ақпарат айта өтсеңіз. Рахмет көп Ассамблея подкастына шақырғандарыңызға. Мен Кенжелеев Қайырбек Жеңісұлы, Атырау облысы Индер ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін және де директорының ғылыми-әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасарымын. Аталған байқауға, жастардың байқауына қатынасып, осы облыстық деңгейде бірінші дәрежелі дипломмен марапатталған болатынмын. Қайырбек мырза, өзге этнос оқушыларының оқу сауаттылығын қалыптастыруда ең жиі кездесетін мәселе қандай, және сол мәселелерді жобаңыз арқылы қалай шешіп жатсыздар? Ең жиі кездесетін тіл үйренуде кедергілер бұл дегеніміз бірінші оқушылардың сөздік қорының аздығы, екінші ол механикалық оқу дейді. Яғни механикалық оқу дегеніміз бұл жерде жаңағы тек оқиды, яғни оқығанын түсіне алмайды деген секілді қиындықтар туады. Осы қиындықтарды жеңу мақсатында арнайы платформа жасақталған болатын, TillLike дейтін. Осы жоба арқылы, яғни бұл платформада негізгі қағида оқу, түсіну және қолдану қағидасын қолданады. Яғни осы арқылы бұл жерде деңгейлік тапсырмалар беріледі. Деңгейлік тапсырмалар интерактивті ойындар арқылы оқушыларға тек қана қарапайым мәтінді беріп қана қоймай, оқушылардың сауаттылығын арттыру мақсатында, яғни функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында интерактивті ойындар беріледі, мәтін беріледі, яғни мәтіннің міндетті түрде екі нұсқасы беріледі. Сол екі нұсқасы арқылы жаңағы оқушылардың мәтінді оқудағы дағдысын қалыптастырамыз, ең бірінші кедергіні жою мақсатында. Екіншісі, сөздік қорын қалыптастыру мақсатында оқушыларға интерактивті ойындар беріледі, яғни қазақша, орысша нұсқасы беріледі. Сол арқылы оқушылардың сөздік қоры дамиды. Яғни осындай кедергілерді TillLike жобасы арқылы шешім жолдарын табуға тырысып жатырмыз қазіргі таңда. TillLike қашықтықтан оқыту платформасының өзге оқу құралдарынан қандай артықшылықтары бар, және осы жобаны алдағы уақытта дамытудың қандай жоспарларын қарастырып жатсыз? Жалпы бұл жобаның артықшылығы, яғни бұл жерде мұғалімдердің жұмысын жеңілдету болып табылады. Өйткені мұғалімдер тек қана сабақ процесінде, яғни 45 минутта ғана сабақ береді, одан кейін оқушы қалыс қалып қойып жатады қазақ тілінен. Тек қана бір 45 минут қана уақыт беріледі, яғни ол уақытта мұғалімдеріміз үлгермей жатады. Сол мақсатта аталған платформа құрылды. Осы TillLike платформасы, яғни мұғалімдердің сабақтан тыс уақытында да оқушылар тапсырманы орындай бере алатындығы. Яғни бұл жерде аталған платформаның артықшылығы, оқушылар 24/7 осы платформа қолжетімді. Бұл бірінші артықшылығы дей аламын. Екінші артықшылығы, аталған платформаны дамыту жоспарында қазіргі таңда үлкен жоспарлар бар. Соның ішінде мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсету мақсатында, яғни қазіргі таңда тіл оқытуда, шет тілдерін оқытуға келсек, мысалы ағылшын тілін оқытуға келсек, деңгейлік оқыту секілді түрлі әдіс тәсілдер өте көпте, қазақ тілін оқытуға келгенде әдіс тәсілдер арасы кішкене аздау. Сол мақсатта мұғалімдерге әдістемелік арнайы бөлімін жарияладық. Бұл жерде мұғалімдерге арналған осы аталған оқу сауаттылығын, функционалдық сауатты дамытуға арналған тапсырмалардың жинағын жасақтап, мұғалімдерге әдістемелік кабинетін жасақтап жатырмыз қазіргі таңда платформада. Екіншіден, оқушыларға да арнап, яғни кері байланыс беру мақсатында визуалды тапсырмалар беріледі. Жаңа айтқанымдай, оқушылар кері байланысты үйден де отырып мұғаліміне бере алады, яғни арнайы өздері сол платформаға тіркеліп, өздері кері байланыстарын бере алады. Яғни бұл жерде оқушы мен мұғалім арасында байланыс екі есе артады. TillLike қашықтықтан оқыту платформасын жасау идеясы қайдан келді? Сізге сенім көрсеткен, демеушілік еткен жандар бар ма? Және осы жоба құруға, жасауға қанша уақыт кетті? Қашаннан бастадыңыз? Аталған жобаға идея қайдан келді десек, бұл бізде білесіздер, карантин уақыты кезінде біздер сабақ беруде өте қиналдық. Әртүрлі платформалар арқылы, Zoom платформасы арқылы да өткіздік, WhatsApp арқылы да өткіздік. Осы жерде идея туындады, неге мұғалімдерге арнап, оқушыларға арнап бір платформа жасамасқа, яғни мұғалімдерге де көмек, оқушыларға да көмек деген идея осыдан келген болатын. Аталған жоба демеуші, онда ештеңе болған жоқ. Бізде өзім осы ең бірінші жоба Google сайт арқылы жасақталды. Сол арқылы жасақталып, ішіне тапсырмалар салынып, әртүрлі деңгейлік тапсырмалар, визуал тапсырмалар салынды. Кейінірек арнайы платформаға сайт сатып алынып,
қазіргі таңда сол сайт арқылы жұмыс жасап жатыр. Жастарын байқауының жеңімпазы ретінде сіздің жобаңыз, тәжірибеңіз білім беру жүйесіне қандай идеялар ұсына алды деп ойлайсыз? Жастардың осы облыстық байқауында бас жүлдегер ретінде менің тәжірибем не береді деген сұраққа, яғни ең бірінші бұл жерде мұғалімдердің уақытын үнемдейтін арнайы платформа ұсындым деп айта аламын, ең бірінші өзгерістер ретінде. Екіншісі жаңағы оқу сауаттылығын бөлек бір пән ретінде емес, бұл әр сабақта негізгі дағды ретінде қалыптастыру. Бұл екіншіден. Үшіншіден, оқушыларға да, мұғалімдерге де 24-7 сағат қолжетімді платформаны ұсына алдым деп айтар едім. Осы Тыл-лайк жобасын ауылдық немесе шағын жинақты мектептерде енгізуде қандай инфрақұрылымдық тәуекелдер бар және олардың шешімін қалай көресіз? Бұл жерде ауылдық жерлердегі интернеттің әлсіздігі, екіншісі бізде мұғалімдердің цифрлық құралдарға деген сенімсіздігі. Жалпы осы екі бір тәуекелді шешу мақсатында ең бірінші аталған платформа бұл бізде интернеттің жылдамдығы төмен болса да платформаға кіре береді. Өйткені платформа қарапайым деңгейде жасалған. Және екіншісі қазіргі таңда бізде платформалар өте көп қой, мұғалімдердің сенімсіздігін де туғызады. Сондықтан да аталған платформаға жаңағыдай телефон номерін жазып немесе электрондық поштасымен тіркелу ол міндетті емес. Яғни қарапайым интерфейспен берілген. Яғни мұғалім тіркелмей-ақ та сол жердегі өзіне қажетті ақпаратты тегін ала алады. Яғни осындай тәуекелдермен осындай шешімдерді ұсынып отырмын қазіргі таңда. Қайырбек мырза, шақыруымызды қабыл алып, ассамблея подкастының қонағы болғаныңызға көп-көп рахмет. Сізге ғылыми табыстар, жетістіктер тілейміз. Тек қана өзіңіз емес, болашақта сіздің шәкірттеріңіз, оқушыларыңыз да биік белестерден көріне берсін. Енді осы жастарын байқауының облыстық кезеңінің бас жүлде иегері ретінде өзіңіз бір ауыз сөз қорытындылап жіберсеңіз. Жалпы аталған жобаның жеңімпазы ретінде ең бірінші мен жаңашылдықтан қашпауға, әрдайым оқуға, үйренуге, өткен айтады ғой, мұғалім әрдайым өзінің біліктілігін міндетті түрде арттырып отыру қажет. Сондықтан да ең бірінші оқуға және жаңашылдыққа жақын болу керек. Сонда ғана сіздер оқушының да үлкен жетістігіне жете аласыздар, өзіңіз де үлкен жетістіктерге жете аласыздар дегім келеді. Құрметті көрермен, ассамблея подкастымызды қолдау үшін лүпіл басып пікір қалдыра кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.